Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Найзира. Бүгін мен сіздермен өте керемет жұмсақ мамықтай болып шығатын өзбекше күлшенанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар, және де міндетті түрде арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді алдағы уақытта керемет рецепттермен қуантатын боламын. Ал енді біздің қамырымызды илеу үшін осылай ұнның ортасын ашып аламыз. Содан соң үстінен жылы су құямыз. Жылы сүт құямыз. Одан соң бір ас қасық қант саламыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Бір ас қасық құрғақ ашытқы саламыз. Енді біздің қамырымыздың керемет болып көтерілу үшін бетін майлықпен 5 минутқа жауып қалдырамыз. Мінекей бізде осындай реакция болады. Енді біз қамырымызды илеп бастаймыз. Осы жерде сұйық майды құйып жіберу керек еді, мен ұмытып кетіппін. Сондықтан сіздер ұмытпай бірден сол жерде құйып жіберіңіздер. Міне енді құйып жатырмын мен. Енді біздің қамырымызды әдемі бір тегіс етіп илейтін боламыз. Біздің қамырдың жұмсақтығы орташа жұмсақтықта болады. Мінекей қарасаңыздар, қамырымыз дайын. Енді үстінен тағы да сұйық май құйып, барлық жеріне осылай қолымызбен қысып жағып шығатын боламыз. Енді біз қамырымызды көтерілуге алып қоятын боламыз. Бетін жауып 1 сағат көлемінде жылы жерге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, көтерілді. Енді оны бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мен 8 дана етіп бөлдім. Қалауыңыз бойынша өте ірі немесе өте ұсақ етіп күлшенандардың формасын шығарсаңыз болады. Мен орташа етіп істеймін. Мінекей противеньге біздің қамырларымызды жайғастырып, бетін жауып қойдым 5 минут. Одан соң тағы да көтерілді. Одан соң осылай орталарын басып шығатын боламыз. Келесі кезекте шанышқының көмегімен осылай орталарын тесіп шығамын. Содан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын бір келкі етіп жағып шығамын. Әрлеу үшін бетіне түмен және де күнжіт қолдандым. Өз қалауыңыз бойынша күнжіттің өзімен де әрлесеңіз болады. 180 градуста 20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Ал пешке саламын. Мінекей қарасаңыздар, біздің күлшенан дайын. Өте керемет жұмсақ, иісі қандай десеңізші. Бұл ыстық нандармен май жағып, шай ішсеңіз өте керемет. Тіпті қуырдаққа керемет болып үйлесетін күлшенан болып табылады. Ал достар, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода көріскенше деймін.